Қандайда бір жақсы бір жаңалық болатын болса, адам табиғатында қуанады да, оны күтеміз. Оны күткен кезде бір нәрсе күтеміз ғой енді. Алыстан бір қонақ кел жатса, мысалы Наурыз кел жатса, қалай болса да. Олай болса дайындаламыз. Рамазан кел жатыр, әлемдегі 1,8 миллиард мұсылман болған болса, бәріміз күтіп жатырық та. Шынайы бір Рамазанға Құдай тағала жеткіз, өмірімізді жеткіз, Рамазанның берекетін біле тұра, біз сол күнге жетуді қатты армандаймыз. Ал жетіп алғанға дейін тағы бір дайындықтар қажет та. Біріншіден, біз мағынада не күтеміз, сол мағынаны түсіну керекпіз. Рамазан бізге не береді? Ең жақсы дайындық бұған тізім істеу. Бірінші ақыреттік тізім, екіншісі бұл дүниедегі материалдық немесе физикалық тізімдер. Рамазан мен үшін не? Рамазан мен үшін күнәларымды кешіреді. Рамазан маған, менде план бар ғой енді жәннатқа кіретін. Рамазан маған жәннатқа Райян деген есіктен кіруге виза береді. Рамазан менің жүрегімді кеңейтеді. Рамазан менің сезімдерімді реттейді, мейірімділігімді арттырады, жомартшылығымды реттейді. Мына жақта бұл дүниелік. Рамазан маған береке айы. Рамазанда мен көптеген туыстарыммен қарым-қатынастарымды жақсартатын ай. Рамазандарда жүректер ашық болған кезде оларға Алладан алыстаған жүректерді Алладан табыстыруға мен себеп болатын ай. Яғни жұмыс істеу керек. Рамазан маған денсаулығымды реттейтін ай. Отбасыммен қарым-қатынасты реттейтін ай. Қалай болса да мен Рамазанға қандай мағына берем, Рамазан солай бізге ашылады. Неліктен? Өйткені бұл жар деген жаңғыз ғибадаттың бірі, посредник жоқ ортада, делдал жоқ. Өйткені Алла тағала айтады ғой, құмның санын білетін, галактикадағы жұлдыздың санын білетін періштелерге, сендер қойыңдар, сендер бекітіңдер, яғни Рамазан ұсталды, осындай күні де болды дейді. Ас-сауму ли ва ана аджзи бих дейді ғой. Оразаны құлым мен үшін ұстайды, оның сауабын да мен беремін дейді. Яғни ол сауапқа періштелер санына жетпейді екен да. Яғни тікелей Алладан келеді. Алла Рамазанға сондай потенциал беріп қойған. Біз қандай ниет етеміз, Рамазан бізге тура солай ашыла алады да. Сұрақ, біз Рамазаннан не күтеміз? Тек аштық па? Не күтеміз? Олай болатын болса, мүмкін болса, ол тізім көп болсын. Жақсы мағынада Рамазанда мен Құран айы болғаннан кейін Құран оқимын. Дегенде ғой, сондай мейірімділік айы болғаннан кейін жұмсарам. Жомарттық айы болғаннан кейін садақамды арттырам. Яғни, бұның барлығы Алла тағала Рамазанға ондай потенциал берді. Ең қызық, Рамазан оны бере алады бізге, Алланың қалауымен. Сұрақ, біз қандай дайындық жасап жатырық? Мәселе осыда. Бүгіннен бастап Рамазанның соңғы күніне дейін мүмкін болса Рамазанға жақсы мағына беріп, ол мағынаны алуға тырысу керек бізді. Алла тағала баршамызды қасиетті Рамазанына жүздеген жақсы ниет етіп, жақсы жақындаған болсақ, соның қарымы ретінде Алла тағаланың разылығына баратын жол Құдай тағала нәсіп етсін дейік.